Сол күні таңертең ерте тұрып, Фаэтонға ат жеккізгені Ахмет атам. Байтұрсыз бәріміз бір үйде тұрдық қой. Содан қасына мен отырғызып, тағы да шолпанды алып, әзен 3 баланы алып, сыртқа сол беттедік. Жолда келе жатқанда қаланың ішіндегі бір адам қалмайды десе болады. Содан барсақ, құдай салмасын, адамдар үлкен алаңды қоршаптыр. Атқа мінгендер, аттан түспеген, жаяулар атлардың төңірегінде барлығы қоршап жерде отыр. Көп кісі, ауылдан келген, жан жақтан көп. Содан кейін келіп түскенден кейін Атеке деймін ғой мен Ахмет атамды. Атекем айтты, сендер арбадан түсуші болмаңдар. Тек қана арбадан тұрып көріңдер. Әйтпесе адасып кетесіңдер, сендер болмай сендерге деді. Сосын тілін алып біз қалдық, ол өзі кетті. Содан кейін мен атамды көрмедім. Мына отырған топтың ортасын мен көргенім жоқ. Негесің алыста тұрдық. Не айтылып жатыр, не болып жатыр, оның барын көріп тұрғаны жоқ. Қазір енді ол кісілерді көрген кісілердің қалған ешкім жоқ. Қазір енді мен сөйлеп отырып ғой, мен ғана қалдым. Мінекей. Алла тағала осы соларды еске алып, соларды туралы бірлесе із қалдырып, айтып кету маған бір парыз сияқты, жүктелген сияқты. Өзім соған бейімделіп, айтқым келіп, сол кісілерді халық білсе екен, жастар көбі білмейді. Аттары атауға да болмай жасырып келді. Олар асыққандар қалғанша тазалық жолында, адалдық жолында, ұлттық тәуелсіздік жолында, біздің халқымызды көркейту жолында тірлік кешті. Сол үшін олар басын тауға соқты, сол үшін олар басын тасқа соқты. Олар негізінен интеллектуалдық тұрғыдан, парасат тұрғысынан өте жоғары білімді 20 ғасыр басындағы әлемнің кез келген елінің зиялы қауымымен салыстыруға болатын. Тіпті бірталай елдердің ондай қауым өкілдерінен жоғары деңгейде тұрған адамдар болады. Әлі де алаш қайраткерлерінің мұраты, олардың биік нысанасы бүгінгі Қазақстанның барлық буынның өкілдеріне сабақ болу керек, үлгі болу керек. Біздің темірқазығымыз осы алаш идеясы. Если говорить конкретно о присоединении Казахстана к России, то я согласна с точки зрения Наили Ермухановны Бекмахановой, с которой я довольно тесно общаюсь сейчас, которая специально в этом году выпустила сборник документов новых архивных на этот счет и утверждает, что было и добровольное присоединение, было и насильственное. Такова правда истории. Осы бір кер заманда елім деген қазақ зиялыларының әрқайсысының жүрегінің түбінде ат басындай шер байлаулы еді. Атақты сырымды атылумен басталып, Кенесарының ұлы бұлғағымен саябырсыған қазақтың 300-ден астам ұлт-азаттық көтерілісі, Ресейден ағылып келіп жатқан қарашекпенділердің тасқынын тоқтата алмаған болатын. Қазақтың ең шұрайлы 45 миллион десятина жеріне 1,5 миллион орыс шаруаларының қоныстануы халық наразылығын одан сайын күшейтіп жіберді. Сондықтан қазақ зиялыларын шықсақ бір төбеде, өлсек бір шұңқырда болайық деп серт қылуға итермелеген бір һәм бірінші мәселе осы еді. Олардың негізгі мақсаты Қазақстаннан, қазақ жерінен осы Ресейдің ішкі губернияларынан көшіп келген переселендер үшін жер анықтап, жер тауып беру болды. Жер тауып беріп, оларды орналастыру міндетін мойнына алды. Патшалық билік сол переселен мекемелерін, переселен үшін жүргізетін барлық өзінің мемлекеттік орындарын қаржылайды, моральдықта, барлық жан-жағынан
саяси қолдау жасады. Енді осындай ентілеп жан-жақтан қазақ жеріне кіріп келе жатқан отарлау процесін тоқтату мүмкін емес болады. Сол кезде Ресейдің бас преслен мекемесі Глинка деген ашық айтты. Ешқандай шлагбаум орыс преслендерін қазақ жеріне еніп келе жатқан тоқтата алмайды деді. Оны тоқтататын күш жоқ деді. Шынымен де сондай болады. Әскері жоқ. Қолында қаруы жоқ. Қалтасында ақшасы жоқ. Не істеу керек? Сонда қазақ халқына осы кезде орыс отарлауына қарсы қоятын жалғыз-ақ күш бар болатын. Ол интеллектуалдық күш. Соған байланысты қазақ ұлтына саяси күрестің жаңа әдістерін, жаңа құралдарын игеруге тура келді. Ол интеллектуалдық күрес әдісі болады. Міне осындай жағдайда мынау тарих сахнасына, саяси күрес аренасына қазақ зиялылары көтерілді, қазақ зиялылары шықты. бір 1905 жылғы Петербургтегі қанды жексенбіден соң Ресей патшасы 2 Николай империяны конституциялық монархия үлгісімен басқаруға жарлық шығарады. Сол жылы жазда көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті, дін нашарлап, халғарам боп, қазағым енді жату жарамасты деп қазақ халқын өнерпаз жұрт қатарына қосылуға үн тастаған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және Жақып Ақбаевтар Ресей билігінің назарын арнап петиция дайындайды. Ресей министрлер кеңесінің төрағасы Виттеге қазақ даласын отарлау саясаты тоқтатылып, қазақ жері өзіне қайтарылсын. Дала губернаторының ешқандай сотсыз қазақты айдатып жіберу құқы жойылсын. Қазақша газет, мектеп, баспахана ашуға цензура болмасын. Қазақ халқының мүддесін қорғау үшін Ресей патшасы қазақтан Думаға депутат сайлауға рұқсат берсін. Бірақ дәл сол күннен бастап осындай саяси істердің басы қасында жүрген ұлтшыл азаматтарды әскери мекемелердің қуғындау, соттау, жер аударуы одан сайын күшейе түседі. Дала генерал-губернаторының кеңсесіне рапорт. Патша ағзамның атына жазылған петицияның басты ұйымдастырушысы әрі жетекшісі Әлихан Бөкейханов петицияны Петербургке жіберді. Бөкейханов қазақ даласындағы ең беделді саяси тұлға екенін қаперге ұстаңыздар. Штабс-ротмистр Осовский. Қарқаралы петициясы Петербургке жөнелтілген соң 1,5 айдан кейін мемлекеттік дума туралы патша манифесінде өзге ұлттармен бірге қазақтардың да сайлануына рұқсат берілді. 1905 жылғы заң бойынша Қазақстан және Орталық Азия территориясына Думадан 21 орын берілді. 21 орын дегеніңіз бүкіл депутаттардың 4%. Көп емес, дегенмен алды. Қазақ депутаттары мынау сол кездегі Санкт-Петербургтағы мемлекет думаның трибунасынан қазақ мүддесін қорғады. Қазақ жерін қорғады. Тіптен екінші мемлекет думада орыс депутаттары сол кездегі ұлы державалық ұстанымдағы олар ашық айтты. Немене мемлекет думада қазақ жерінен басқа мәселе құрып қалып па деді. Әр істе өнерлі Еуропа жұртының үлгісіне бір сәт зер сала қарайтын Ахмет пен Міржақып ұлтты саяси күреске оятудың бірден бір құралы деп 1913 жылдан бастап Орынборда Қазақ газетін шығара бастайды. Газеттің бас эмблемасындағы киіз үйдің түңілігі Еуропа жағынан ашылуы қазақ даласына өнер білім Еуропадан түскен сәуледен тарасын дегеніміз. Бұл
Байтұрсынов пен Дулатовтың сөзі. Газет қазақ даласынан асып, Петербург, Варшава, Ташкент, Шәуешекке дейінгі аралықта 8000 данаға жығылып таралып тұрған. Газеттің 12 номерінде жарияланған Бөкейхановтың Шәкәрім шежіресіне жазған рецензиясындағы Алаш ұраны, Алаша ханға қатысты жеке пікірінен соң Алаш сөзі 2 мақаланың бірінде айтылып, осы газет арқылы саяси айналымға тереңде еніп кетеді. Біз осында келіп, тұрғындарды іздей бастадық білетін. Сөйтіп бір үйден бір башқұрт азаматын жолығып, ол башқұрт азаматы бізге өзінің атасы, нағашы атасы Кенжалы Ақсақалдың осы үйді жақсы білетін. Осы үйде Байтұрсыновтың газет шығарып, қазақ газет, сол газетті өзіне бергендігін кезінде ол оны Шалқар қаласына апарып таратқандығы туралы айтты. Қазағым елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлі ұйқың, ұйықтайтын бар, не сыйқың? Сөйтіп, 1905 жылдан бастап қазақ жұртын оятумен, бостандыққа деген нәзік үмітпен, цензурамен, бүргеге таланған түрмемен, окоп қазған жігіттерге капустаны қалай жеуге болатынын түсіндірумен, өмір мен өлімнің ортасында жүріп, қазақ зиялыларының басынан 12 жыл уақыт өтті. Февральская революция не выдержала вот почему. Потому что она оказалась совершенной. Ақпан төңкерісінің патшаны тақтан тайдыруының басты себептері неде? Бір жағынан, қаланың көшелеріне ереуілге шығып, аяғын қарулы көтеріліске ұластырған Петроград жұмысшылары болса, екінші жағынан, самодержавияның тағдырын бас қолбасшының ставкасындағы генералдар шешті. Майдандағы барлық қолбасшылар пікірлесе отырып, бас қолбасшы екінші Николайды тақтан бас тартуға мәжбүр қылды. 4-ші дума төрағасы Родзянко мен жоғарғы бас қолбасшының штаб бастығы генерал Алексеев екеуінің бізге отан қымбат па, әлде әулет қымбат па деген сұрағына отан қымбат деп жауап берді. На вопрос отечество или династия дали ответ отечество. Сол кездегі Ресей саяси элитасы мен истеблишмент арасында аса зор беделгие, уақыт үкіметтегі Керенский, Милюков, Шингарев сияқты саясаткерлермен достық қарым-қатынаста болған Әлихан Бөкейханов жаңа үкіметтің Торғай облыстық комиссары және оған қоса Түркістан комитетінің мүшесі болып тағайындалады. Уақыт үкімет құрамына сонымен қатар Мұхамеджан Тынышбаев, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқаев, Ахмет Бірімжанов, Міржақып Дулатов, Райымжан Мәрсеков сияқты қазақ қайраткерлері де кіріп, үлкен саяси қызметтер атқарды. 11.000 этнос бар жер бетінде, соның бар болған 200-дей ғана мемлекеттік дербестікке ие болып отыр. Бұндай жағдайда ұлт мәселесі түпкілікті шешіліп болды деп айту қиын. Демек, бұл жаңа мәселе, жас мәселе, инновациялық мәселе, адамзаттық ұжымдасуды табиғи түрде, тарихи негізде бірлестірудің, үйлестірудің инновациялық тәсілі. Мінекей біздің таңғалатынымыз осы үлкен инновациялық ағымға 3 ғасырдан бері отарлықта отырған Ресей империясының даму жағына аса кенделіп қалған ұшпағы болып есептелетін Қазақстаннан шыққан ең алғашқы Европалық білім алған зиялы буынның осы мәселені бірден түсініп, күн тәртібіне қоя білгендігі. Бұл уақыттарда тіпті Еуропадағы 20 мемлекеттің тек екеуі Франция мен Швейцария ғана республика болатын. Қалғанның бәрі Романовтар әулеті билеген Ресей сияқты монархиялар мен өздерінше айтқанда ұлы империялар еді. Бостандық, кеңдік, туысқандық 18 ғасырдан бері жарыққа шыққан таза пікір.
Мұны майданға салған Франция жұртының саяси ерлері. Осы үш түрдің бәрі біздің шариғаттан, Інжілден, Будда оқуынан, Лев Николаевич Толстой философиясынан табылады. Көзі ашық талапта ер іздесе. Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық саясисын ұғынбаса, тезек теріп тарқы жолында артта қалады. Бақыт махаббаттан тысқары болады. Бұл екеуі жоқ жұртқа тіршілік неге керек? Әлихан Бөкейханов. Ол кезде қазақ өзін әлхамдулилля 6 миллион біздейтін. Бірінші Француз Республикасының бостандық, теңдік, туысқандық ұранын көтеріп отырған Әлиханның да арманы осы қазақтың бірінші республикасын құру болатын. Бұл уақытта Кенесары дүниеден өткеннен бері қазақ хандығының тарих сахнасынан жоғалғанына 70 жыл болған еді. Қазақ мемлекеттілігіне Жоңғария сияқты жер бетінен мүлде құрып кету қаупі төніп тұрған. Осы 17 жылы берілген еркіндіктің нәтижесінде қазақ зиялылары бүкіл қазақ жерінде облыстық, уездік, болыстық дәреже деңгейде қазақ съездерін өткізе бастады. Біз деректерге сүйенсек, 1917-18 жылдары бүкіл қазақ жерлерінде 68 қазақ съездер өтіпті. Бұл не деген сөз? Бұл қазақ қоғамының саяси белсенділігінің нақты көрінісі. 68 қазақ съездерін өту. Ал енді оның нәтижесі немен аяқталды деп сұрау қойсақ, онда мұны айтуымыз керек. Барлық қазақ облыстарында, қазақ уездерінде, кейбір болыстарда қазақ комитеттері сайланды. Қазақ комитеттері құрылды. Ал қазақ комитеттері дегеніміз не? Бұл қазақ комитеттері дегеніміз, егерді қысқарта айтсақ, бұл болашақ қазақ ұлттық мемлекеттілігінің көрінісі болады. 68 съездің ішінде қазақ тарихында ұмытпасқа сақталатын съез 17 жылдың 5-13 желтоқсан аралығында мына бір Орынбордағы бұрынғы генерал-губернатор үйінде өткен съез. Дәл осы үйде, осы залда 1917 жылы қазақ халқының тарихына енген үлкен екі оқиға өтті. Ол маусым айында өткен бірінші жалпы қазақ съезі болса, екіншісі желтоқсан айында өткен екінші жалпы қазақ съезі болды. Бірінші маусым айындағы жалпы қазақ съезінде дәл осы залда Алаш партиясы жарияланды. Ал екінші съезде дәл осы залда Алаш Орда үкіметі жарияланды. Әлихан Бөкейханов Алаш Орда үкіметінің төрағасы болып сайланды. Кез келген саяси қозғалыстың түпкі мақсаты біреу ақ. Ол мемлекеттік билік құру, мемлекеттік жүйе қалыптастыру. Кез келген саяси қозғалыстың шарықтау шегі осы. Міне қазақ зиялылары, осы кездегі алаштық зиялылар қазақ мемлекеттігін қалпына келтіру мәселесін осы мұратты алдына қойғандығын анық ашық байқатты. Жасырған жоқ. Съез Бөкей елі, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария облыстары, Ферғана, Самарқанд облыстарындағы һәм Әмудария бөлімдеріндегі қазақ уездері, Закаспий облысындағы һәм Алтай губерниясындағы іргелес облыстардың жері бірыңғай, іргелі халқы қазақ, қаны, тұрмысы, тілі бір болғандықтан өз алдына территориялы автономия құрады. Қазақ автономиясы Алаш деп аталсын, ұлт кеңесі құрылсын, мұның аты Алаш Орда болсын.
Алашорданың тұратын орны Семей қаласы. Алашорда бүгіннен бастап қазақ халқының билігін өз қолына алады деп қаулы шығарды. Декабрьдің 12-сі күні түс ауа, сағат 3-ке дүниеге Алаш автономиясы келіп, азан шақырылып ат қойылды. Алты Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Алаш автономиясына Құран оқылып, ат қойылған жалпы қазақ сезінде, ел ішінен келген қария ақсақалдардың еңіреп жылағаны болып еді. Өзгелер ұмтылып жергілікті ұлттық автономия алып жатқанда, 6 миллион қазақ халқы тұтас жері бар қазақ жұрты қарап отырып қалса, жұрттығын жоғалтып өзін өзі тірідей көмгені. Жасасын Алаш автономиясы. Әлімхан Ермеков. 1918 жылдан бастап осы алдымызда тұрған ғимарат, маңайындағы ғимараттар сол кездегі Семейге орналасқан шығыс Алашорданың орталық комитетінің және облыстық комитетінің, кейінірек Семей уездік земствосының типографиясының, қазақ типографиясының орналасқан мекемелері болса керек деген пікіріміз бар. Өйткені бұл көшенің аты Алашорда көшесі деп аталады. Бірақ Алаш автономиясы жарияланардан 1,5 ай бұрын билікке келген Ленин бастаған большевиктер қазақ жеріне қаптап келе жатты. Алашорда мүшесі Жаһанша Досмұхамедовтың жазуынша, жарты жылдан соң Орынбор Ташкент темір жолын большевиктердің басып алуына байланысты Жымпидыда Алашорданың батыс бөлімшесі құрылады. Жаһанша батыс бөлімшенің жетекшісі болып тағайындалды. 17 жылы кеңестік билік орнаған уақытта Бөкейханов Ресей әскеріне, матросына, шаруа жұмысшыларына деген үлкен үндеу жазды. Ол үндеу орыс газеттерінде бәрінде жарияланды. Онда Бөкейханов Ленинді айыптады. Ол былай деп айтты. Ленин деді, саяси биліктен Николайды ығыстыра отырып деді, ол таққа өз отырғысы келді. Өз отырды сол таққа деді. Енді ол үшін деді, демократия деген сөз бұл буржуазиялық сандырақ деді. Большевиктер билік өмірге келген уақытта большевиктер есептесуге мәжбүр болған қазақ қоғамында жалғыз күш бар болатын. Ол Алашорда билігі, Алашорда үкіметі болады. Ресей империясында қалыптасқан 1917 жылы Ресей империясында қалыптасқан азаматтық қарсыласу жағдайында большевиктер билігі Алашорда үкіметімен өзара компромисске бару жолдарын іздеді. Өзара жарасуға, қадам жасауға мәжбүр болды. Алашорда Мәскеуге Ленин мен Сталин мен келіссөз жүргізуге Жаһанша мен Халел Досмұхамедтер жіберген болатын. Олар Мәскеуден Алаш қаласына жеделхат жолдайды. Бұл жеделхатта Досмұхамедовтер большевиктер көсемдерін желтоқсан айында жарияланған Алаш автономиясын мойындауға келістіргенін жазады. Осы келіссөзді ары қарай нақтылай түсу үшін ертеңіне большевик көсемдері Мәскеуден Семейге тікелей телефон арқылы байланысқа шығады. Әлиханның інісі Смахан Бөкейхановтың естелігінше, Ленин мен Сталиннің Алашорда басшылары Әлихан Бөкейханов пен оның орынбасары Халел Ғаббасовпен болған әңгімесі 18 жылдың 1 сәуірі күні түнгі 9:30-ға дейін созылған. Әңгімені Мәскеуден Сталин, Семейден Халел жүргізеді. Сталин, кеңес өкіметін мойындасаңыздар,
біз де Алаш автономиясын мойындаймыз деген уәде береді. Екі жақ осы уәделерін бір-біріне жазбаша жіберуге уағда қылады. Алайда ұлттық негіздегі емес, тек қана таптық негіздегі мемлекет құруды қолдайтын большевиктік диктатура өзінің уәделерінен тайқып шықты. Сол себепті Алашорда үкіметі де Алаш автономиясы деген атауды қалдыра отырып, 18 жылдың 11 маусымынан бастап толық тәуелсіздік жолындағы қызметін бастайды. Бек тығыз. Екінші съездің қаулысы бойынша Алашорда Алаш қаласында іске кірісті. Алашорда Алаш автономиясының территориясын облыстық және уездік кеңестер арқылы басқарады. Қазақтан шыққан большевиктерді аямаңдар. Осы қаулылар Алашорданың барлық облыстық және уездік бөлімшелеріне жіберілсін. Төрағасы Бөкейханов, ағзалары Тынышбаев, Ғаббасов. Заслуга Алаш. Алаш пен оның көсемдерінің еңбегі сол, олар ауыр тағдырлы, астан кестеңі шығып, тез өзгеріп жатқан жалалы заманда өздерінің болат өзек мүддесін, басты идеяларын икемді түрде жүргізе білуінде. Выстраивать свою линию и вот стержень, основную идею, продолжать, проводить, добиваться и добиваться. 1919 жылдың көктемінде қазақ жеріндегі большевик көсемі Әліби Жангелдин Мәскеуде Ахмет Байтұрсыновты Ленинмен жолықтырады. Осыдан соң Ленин қазақ жерінде кеңес үкіметін орнату үшін революциялық комитет құру туралы декретке қол қояды. Алашордаға сенбегендіктен комитет басшылығына қазақ ұлты туралы хабар аз, Польша жерінде туған Песковский тағайындап, Байтұрсыновты оның орынбасар етіп қояды. Алаш автономиясының мемлекеттік құрылымдары, қару-жарағымен 5000 әскер, Алаш мектептері, Қазақ, Сарыарқа газеттерінің баспаханалары, сот мекемелері революциялық комитетке беріледі. Осылайша 1917 жылдың 12 желтоқсанында жарияланған Алаш автономиясы Қазақ революциялық комитетінің 20 жылғы наурыздың 5 күнгі Алашорда үкіметін түбегейлі тарату туралы қаулысы шыққанға дейін 2 жыл 3 ай өмір сүрді. Бұл кеңес үкіметі кезінде ең ұзақ өмір сүрген ұлттық автономия. Алаш қайраткерлері мынау Алашорда қуғын сүргінге ұшыратыла бастаған кезеңде автономияны дәл сол күйінде жүзеге асыру мүмкін емес екендігіне көз жеткеннен кейін Совет үкіметінің большевиктік биліктің жағдайында жүріп, өздерінің идеяларын жүзеге асыруға тырысады. 1920 жылы апрель айында болашақта құрылатын Қазақстанның автономиялық республикасының аумақтық әкімшілік территориясын белгілеу жөнінде Лениннің төрағалық етуіменен үлкен кеңес өтеді. Бұл тарихи факты. Сол кеңесте Қазақ автономиясының территориясы жөнінде Әлімхан Ермеков баяндама жасайды. Сол кезде қалыптасқан жағдай былай еді. Ертістің солтүстік бөлігі орыс мұжықтарының, переселендердің қолына көшкен болатын. Қасірет белдеуі деп аталатын Есілдің жоғарғы бөлігі бұл да сол кездегі отаршыл орыс әкімшілігінің қолындағы жер болатын. Жайықтың солтүстік бөлігі де, сыртқы беті де түгелдей дерлік казак станицалары салынған әкімшілік отаршыл аппараттың құзырындағы территория болатын. Ал енді Каспийдің солтүстік бөлігіне де Астрахан губерниясының балық шаруашылығы кәсіпшіліктері иелік етіп жүрген. Қазақстанның бұған қосымша оңтүстіктегі 3 уезі, Перовск уезі, қазіргі Қызылорда облысы, Әулиеата уезі, қазіргі Жамбыл облысы, Черняев уезі, қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан генерал-губернаторлығының құрамында болатын. Ал қазіргі Маңғышлақ облысы, Маңғыстау облысы, сол кездегі Закаспий губерниясының құрамындағы жер еді. Мінекей қазақ жерінің өзі осындай тағдыры қыл үстінде тұрған кезде Әлімхан Ермеков бастаған алаш қайраткерлері, егер Совет үкіметі қазақтарды өзінің жағына шығарғысы келетін болса, оның бір кездері тартып алынған
ата қонысы қазақтардың өзіне қайтарып берілу керек. Сонда ғана қазақтар Совет үкіметін қолдап шығады. Ал болашақта құрылатын қазақ автономиясы Ресей құрамында болғандықтан бұл территория ешқайда кетіп қалмайды. Бәрібір сол Ресей құрамында қалады деген уәжбенен Ленинді иландырып, дәл осы күнгі қазақтың әкімшілік аумақтық ұлан-ғайыр территориясын қорғап қалған. Бұл олардың тарих алдындағы аса зор еңбегі деп білемін. Енді осы 20 ғасырдың бас кезінде алаш қозғалысында тұтастай бір монолит болып дүниеге келген қайраткерлеріміз кейін кеңестік биліктің барысында саяси көзқарастарына қарай жік-жікке бөліне берді. Міне осындай жікке бөлінудің нәтижесінен біз көреміз. Алаштық үлгідегі элита бір бөлек, партиялық мемлекеттік номенклатура түріндегі ұлт зиялылары бір бөлек. Міне осы екі ұлттық зиялылардың арасындағы жік өте терең сипат алып кетті. Сондықтан жаңа буын зиялылар енді ашықтан ашық большевиктік платформаны қолдауға мәжбүр болды, қолдауға көшті. Олар тікелей билікте орнығып қалу үшін, билікті ұстау үшін көп жағдайда жаңа буын зиялылар алашты жамандауға мәжбүр болды, алаш қарсы әрекет жасауға мәжбүр болды. Бұндай зиялылардың қатарында несіге айтайын, Сейфуллин де болды, Меңдешев те болды, Рысқұлов та болды. Олардың бәрінің жазған құжаттары архивте сақтаулы. Бұл не деген сөз? Империялық билік жағдайында ұлт зиялылары әр уақытта жарылысқа түседі, бөлінеді, бөлшек дейді. Империя бөліп алды, билей бер саясатын жүргізеді. Кеңестік билік бірінші күннен бастап алашты саяси биліктен жалпы барлық билік буындарынан ығыстыруды бастады. Бөкейханов неғып кеңестік билікті, кеңестік жүйеде жұмыс жасай алған жоқ? Жасай алған жоқ. 22-ші жылы Бөкейханов Семейде ұсталды да, кеңестік билік оны Москваға апарып, бір бөлмелі пәтерге отырғызып қойды. Сол кезде мысалға Тұрар Рысқұловтың өзі алаш қозғалысының оңтүстік қанатында мынадай азаматтар жұмыс жасаған, бұларды партия қатарынан тазарту керек, бұларды мемлекеттік қызметке жолатпау керек деп, сол Түркістандағы ақжолдықтар, бірлік туылықтар, алашордашылықтар деп 20-30 алаш қайраткерін Сталинге тізіп тұрып мінездемесіменен береді. Бұл енді көптің көзіне әлі таныла қоймаған құжат. Сол кезде 18-ші жылы, 20-ші жылдары, 20-ші жылдың бас кезінде Түркістанда қырғын ашаршылық болды. Әсіресе Қазақстан жағында. Сол кездегі Түркістанның құрамына кіретін қазақтардың жерінде қырғын ашаршылық болды, жоқшылық болды. Сонда мынау Түркістан Республикасының басында отырған адамдарменен Тұрар Рысқұловтың айқасын неге айтпайды олар? Сол кездегі Түркістанды басқарып тұрған орыстар болды, шовинистер. Солар ең айтқаны бүкіл қаржыны, бүкіл азық-түліктің барлығын армияға берейік. Қазір соғыс жүріп жатыр, азамат соғысы. Соларда асырайық дейді. Мынау Рысқұлов айтады, жоқ, мына халық қырылып жатыр мына жерде аштан. Соларда асырайық, соларға берейік дейді. Сонда аналардың айтатын жоқ, біз жауды жеңуіміз керек, армияны асырауымыз керек. Рысқұлов айтады, анау аштан қырылған қазақтардың сүйегінің үстіне орнатылған Совет үкіметінің бізге қандай қажеті бар дейді. Олар кейін Москвада бірге жұмыс істеді олар. Татуласып бірінің үйіне бір қонаққа барып жүрді. Төреқұлов Москвада жұмыс істеді. Қожанов Москвада жұмыс істеді. Сонда барлығы бірлесіп жүрді. Мынау кім деген сонда
жоғарғы кеңестің хатшысы болды, Нығмет Нұрмақов. Барлығы жүрді сонда. Ана кімнің күйеу баласын Смағұл Садуақасов. Кімнің күйеу баласы? Біз Әлихан Бөкейхановтың күйеу баласы. Соны Ростов-на-Дону деген жерде белгісіз өліммен қайтыс болып кетті. Әкеліп Москваға әкеліп оны крематорияға қойды. Сонда крематорияда бірге болған Нығмет Нұрмақов, Тұрар Рысқұлов, Әлекең сонда қалжырап, жүре алмай, сөйтіп қайғыры ғана қатты. Сол кезде Рысқұлов пенен Нығмет екеуі қолтығынан сүйіп алып шықты крематориядан. Әлекең үлкен саяси тұлға, қайраткер ретінде бұл өмірдің рахатын көре алған жоқ. 1908 жылы Әлекең атақты Выборг манифестіне қол қойған үшін патшалық сот орындары соттап Әлихан Бөкейхановты Қазақстаннан тыс Ресей жеріндегі Самара қаласында тұруға жарлық шығарды. 1908 жылы. Сол 1908 жылдан бастап Бөкейханов 17 жылға шейін қазақ жеріне, қазақ қоғамына, қазақ еліне келу құқығынан айырылды. Мына бұзықты қараңыз, 1917 жылғы революциядан кейін Әлекең Қазақстанға келіп, қазақ жеріндегі өмірге, саяси өмірге араласа бастайды. 1922 жылы Семейде енді кеңестік билік орындары оқысын тағы да ұстайды. Қазақ азаттық қозғалысының көсемі ретінде. Осылайша империялық билік, алдымен патшалық, соңынан кеңестік билік қазақ ұлт азаттық қозғалысының көсемімен осылайша есеп айырысты. Түн ортасында поездың алдында қарсы алуға мен Мыржақып әкем шықты. Содан кейін түн керемет дауыл, жел, ұйтқып тұрған. Сол кезде поезден фаэтонның ішінде келе жатқанда Әлиханды да Атеке дейтім. Әлихан Атекемнің басындағы шәрпіз ұшып кеткен. Түнді қайдан табады. Содан кейін амал жоқ, үйге келді. Үйге келгенде ол кезде Ахмет атам, Атекем, Байтұрсынов үйде болмайтында. Бір жаққа кеткен. Меніңше сонда Бакуға антитүркологтардың съезіне кетті ме, үйде болған жоқ. Үйде тек сол Әлихан атам мен папам жаңаға Шевцов по фамилиясы ұмыттым бір алып. Сол үшеуі дастарханның басында әңгімелесіп отырды. Сонда Атекемнің айтқаны Гайе дейді менің мамамды. Гайе қарқап, сен бүгін дастарханда болса мына жерге жаса. Өзім бір жерде отырып тамақ ішкенде сағынып отырбын деді. Сосын жолдасына қарап айтты. Сен мені орысшылап айтады. Мені кешір. Біз мына үйге келгеннен кейін өзіміздің тілімізде сөйлейміз. Саған мүмкін жат көрінер, бірақ сен соған көн. Сосын ана кісі күліп айтты, жоқ. Ешқандай менің қарсылығым жоқ, сөйлесе беріңіздер деді. Содан қойшы тамақ ішіп болғанша мен отырдым, содан кейін әңгімелерін бұзбайын деп, мен баламмен қойып кетіп қалдым. Ол папам мен Атекем таң атқанша отырып әңгімелесті. Одан олды негізің бір ұйықтап оянға әлі шам жанып тұр, әлі олар сөйлесіп отыр. Әбден бірін-бірі сағынған, көріскеннен кейін айтатын сөздері де бар шығар. Сол есімде қалған.
Содан кейін таң атқаннан кейін енді басында жалаңбас шляпа жоқ. Папам барып дүкеннен іздейді. Сөйтсе әлекенің басы үлкен, бірде шляпа кездес дар емес. Сосын әдемі бір кепка алған. Ахаң өмірін мынау Бәдрисафа Байтұрсыновмен өзінің тағдырын қосты кезінде. Семейдегі осы мешітте екеуі некесі қиылған екен. Бәдрисафамыз Александра деген атынан Бәдрисафа атын қабылдаған осы мешітте. Аханың тілегі бойынша. Бұл екеуінің арасындағы достық, адами қатынасы еш уақытта суыған емес еді. Әр уақытта жылы болғандығын байқаймыз. 30 жылдары ақынмен бірге абақтыға Бәдрисафамыз да жабылды. Абақтыда жатып, Бәдрисафамыз қатты ауруға да ұшырады. Тән ауруына, жан ауруына бірдей ұшырады. Сонда ақаңның жазған хаттары бар. Мынау лагерь абақты басшыларына жазған хаттары бар. Сонда айтады: менің жарым Бәдриса, Бәдрисаның жағдайы ауыр, денсаулығы нашар. Егер мүмкін болса, мені сол Бәдриса жатқан жерге, абақтыға, лагерьге жер аударса, соған аударсаңыз мені. Мен анау жарыма денсаулығы нашарлаған соған қарасам, ахаң бар Бәдрисафамыздың жанында болып, сол кісіге өзінің қол ұшын берген, көмегін жасаған. Өмірдің соңғы күндерінде. Осындай жылы қатынас, адами қатынас бұл кісілердің арасында өле-өлгенше сақталып қалған. Әлекең Соловецкіде түрмеде абақтыда жатқан Мыржақ Дулатовқа хат жазады. Мадияр дейді. Мадияр. Ол кісінің Мадияр деп екінші аты ғой Мыржақ Дулатов. Мадияр. Аяғындағы етігің тар болған соң, дүниенің кеңдігінен не пайда дейді. Ойымда көп нәрсе бар, бірақ қолымнан менің не келеді қазір? Мен кешір дейді. Әлекең. Іністен сөйтіп кешірім сұрайды. Әлекең білген. Көш бастаушы ретінде білген. Әлекең ұятай деген бір сөзі бар, сонда мынадай ойды айтады. Шырағым Ахмет, шырағым Мир Якуб. Сендердің таңлаған жолдарың абақты жолы дейді. Азапты жол дейді. Бірақ бір нәрсені түсініңдер дейді. Баяғыда доңызбен аққу дос болыпты дейді. Сонда бір күні доңыз аққуды балтырдан алып, әй аққу, сен күн бар дейсің, күн бар дейсің, сол күнді мен неғып көрмеймін депті. Сонда аққу тіл қатқан екен дейді. Әй доңыз, сені Алла төмен қаратып жаратқан. Сондықтан сен аспанда күнді көре алмайсың депті. Осы ойды айта кеп, Әлекең мынадай қорытынды жасайды, тұжырым жасайды. Шырағым Ахмет, Мир Якуб, сендерді алда әлі күнді көре білетін ұрпақ келеді. Сол күнді көретін ұрпақ сендерді еске алатын болады. Үлкен ризашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады. Балтырды доңызға беріңдер дейді. Өкінбеңдер дейді. Мынау жолға түскендерге, күрес жолға түскендерге өкінбеңдер дейді.
алаш қонған ақ боз үй бос қалды ма, жетім жесір қасында дос қалды ма? Өкінбейін десем де өзегім бар-ау, өтіп кетті-ау дүние-ай қас қағымдай. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жау деп ұстап бердің бе? Итшеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әлегі. Игигай, игигай, игигай-ай, игигай, игигай, игигай-ай, игигай, игигай, игигай-ай. Қалып барады артында балапаным, аямасын ағайын алақаным. Кебін емес кебелек киіп барам-ау, қош есен бол Ақтоғай Алатау. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жау деп ұстап бердің бе? Біз бүгінде Алаш Мұразов қазақ халқына не берді дегенді айтатын болсақ, Қазақстан дәл бүгінгі өзінің даму деңгейінде сол идеяларға, алаш қайраткерлерінің сол бізге қалдырған мұраларына қарыздар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев міне осындай алашшыл рухтағы аса үлкен қайраткер деп есептеймін. Сондықтан алаш қайраткерлерінің алға қойған мақсаттары, идеялары, мұраттары еліміз тәуелсіздік алған кезде жүзеге асты. Сондықтан ғасыр басында дүниеге келген бұл идеялар бүгінгі тәуелсіз Қазақстанға да қызмет етіп отыр деп нық сеніммен айта аламыз.